Сіз осы бір сөздерді айтудан тоқтаңыз. Айтудан тоқтаңыз дедім, айтпаңыз демедім. Өйткені ма, ме, па, пе жалғаулармен емес, сөзі біздің тұпсанамызбен қабылданбайды. Біздің тұпсанамыз ма, ме, па, пе жалғауларды және емес сөзін қабылдамайды. Қазір сіздерге осы туралы айтамын. Қарапайым болып көрінгенімен бүкіл өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Мысалыға базарға не дүкенге бара жатырсыз делік. Өзіңізге өзіңіз айтасыз, пәлен затты алуды ұмытпа дейсіз. Ең маңызды осы нәрсені есіңнен шығарма дейсіз. Және базарға барасыз да үйге қажеттінің барлығын аласыз. Ал ұмытпа, есіңнен шығарма деген ең маңызды нәрсеңізді ұмытасыз. Не үшін ұмыттым? Неге ұмыттым? Жадым нашарлап кетті ме деп ойланасыз. Біздің тұпсанамыз бір жасаушы, жаратушы, орындаушы және бізді басқарушы болып табылады. Сіздің тұпсанаңыз әміріңді орындаймын. Сіздің қалауыңызды жасаймын, жаратамын дейді. Сіз не дейсіз? Жасама дейсіз. Ма, ме, па, пе жадғаулары және емес сөзі ол үшін жоқ. Ұмытпа деген сөзді ұмыт деп қабылдайды. Мұндай жағдайларды көптеп өзіңізде басыңыздан өткергенсіз. Неше рет, ертең ерте, пәлен уақытта тұруым керек. Пәлен сағатта тұрамын деп будильник қоясыз. Ертесіне ол будильник шырылдаудан 2-3 минут алдын тұрасыз. Не үшін? Себебі сіз тұпсанаңызға бұйрық бердіңіз. Команда бердіңіз, өзіңіз білмеген халде. Тағы бір мысал, балаңызға 2 баға алма дейсіз. Сабақтан 2 баға алып келеді. Сіз ол сөзді ауыстырасыз, жақсы баға ал. Жақсы оқи дейсіз. Ол жақсы бағамен келеді. Аллах тағала байлықты көтере алатын пендесіне береді. Біз байлықты көтере алуымыз үшін байлықты көтере алатын адамдар сияқты ойлауымыз керек. Адамның миында кедейлік ой, пікірлер тығылып қалған, яғни жетпей қалады деген пікірлер бар. Мысалы, оразада аш қалуымыз мүмкін. Анауны алып қоюым керек, мынаны алып қоюым керек деп мұздатқышты толтырып қоямыз. Жетпей қалады, тоймай қаламыз деп. Жоқ, кең адамдар кең ойлайды. Бір кесе тамақ ифтарлықта сіздің рызығыңыз болады. Кедейлік программасы адамның миына соншалықты орнап қалған, ал мида басқа нәрсеге орын қалмаған. Сол үшін Аллахтың әрбір сипатына, әрбір атына сенуіміз керек. Және оған сүйенуіміз керек. Байлыққа жетуіміз үшін байлықты көтере алатын адамдармен көбірек сұхбаттасуымыз керек. Айналамызда ондай адамдармен көбірек сұхбаттассақ, тұпсана дәрежесінде оларға ұқсап бара береміз. Қазанға жақындасаң қарасы жұғады деген сөз бекер айтылмаған. Адам бір кісімен жүрсе сол адамға ұқсап барады. Тұпсана дәрежесінде болады бұл нәрсе. Лұқман Хаким ұлына айтады, ұлым достарыңды таңда. Сонда ол кісінің ұлы, жоқ, мен достарымды таңдауым шарт емес. Сіздей әкем бар. Лұқман Хаким, жоқ, балам. Дәл сол уақытта бақшадан алмаларды жинап тұрған болады. Лұқман Хаким алмаларды шірігендерін бір бөлек таза, шірімегендерін бір бөлек жинайды. Ұлы сонда барлық алманы бір жерге қоя берейік дейді. Лұқман Хаким, ұлымның дәріс алатын уақыты келіпті деп, мейлі, сен не десең сол болсын деп барлық алманы бір жерге жинайды. Бірнеше күндер өтіп құтына ашып қараса, барлық алмалар шіріген, құрттап кеткен. Ұлы мұны дереу түсініп, әкешім, мен тәубе еттім. Сол сөзді білмей айтыппын. Ақиқатында мен достарымды таңдауым керек екен деп бұл жағдайдан сабақ алыпты. Енді біз базарға қайтар болсақ, базардан алуымыз керек болған маңызды нәрсені ұмытпа, есіңнен шығарма демей, оның орнына пәлен нәрсені алып кел дейсіз. Тұпсанаңызға дұрыс бұйрық беріңіз. Тұпсана бізге не нәрсе қажет екенін, әрбір нәрсе біз үшін жақсы екенін біледі. Және біз не деп сұрасақ, не бұйырсақ жасап береді. Мысал үшін, қарыздарды ойлай беретін адамдарда, пәлен адамда қарызым бар, осынша қарызым бар, қарыз төлеуің керек деп тек қарыз төлеуді. Тұпсана қарыз төлеуің керек деген бұйрықты алады. Және сондай жолдарды сізге жасап береді. Тұпсанамыз қарыз төлеуге мұндай істерді қандай жасайды?
Біздің тұпсана рухымыз бүкіл әлем, супер рухқа, энергетик қуаттар негізінен байланған. Біздің рухымыз тездікте ақпараттар майданымен байланыста. Ол майдан және басқа кісілердің майданы, яғни бізге зиян жеткізбейтін, немесе бізге зиян жеткізетін кісілердің де майданымен байланыста. Егер сіз негатив ойларды ойлай берсеңіз, өзіңізді негатив ой-пікірлерге орап алсаңыз, тұпсанаңыз айналаңызға сол ой-пікірлерді вибрация таратады. Негатив ойлар төмен вибрациялар, мейір, махаббат, бұл жоғары вибрациялар. Ал сізден төмен вибрациялар таралған сайын, сіздің айналаңызға, сізге зиян жеткізетін адамдар жиналады. Сіздің пікірлеуіңізге сай, сіздің вибрацияңызға сай болған адамдар айналаңызға жиналады. Сіздің негатив пікірлеріңізге сай, олардың да рухы сол майданға байланған үшін, сіздің де қуат майданыңыз олардың қуат майданына байланған үшін, сіздің вибрацияңызға сай келген кісілерді тартуды бастайсыз. Сол үшін ойларымызды жүзеге асыруда жақсы ойларды ойлауымыз керек. Біз ұмытпауымыз, естен шығармауымыз үшін ма, ме, па, пе жалғаулары бар, және емес сөзін қолдана бермесек, өміріміз жақсы жаққа өзгереді. Бірер адамға немесе балаға бұйрық беріп жатырсыз, 2 алып келме, демейсіз. 5 алып кел дейсіз. Осыны ұмытпа, демейсіз. Осыны алып кел дейсіз. Позитив ойлайсыз, мысалы, ауру болсаңыз, мен ауру емеспін демейсіз. Менің денім сау дейсіз. Әрбір сөзіңізді позитивке айналдырып сөйлейтін болсаңыз, әріне өміріңіз өзгереді. Сізге қорқынышты хабарлар айтса тыңдамаңыз. Сізді жігерлендіретін, рухыңызды көтеретін, жүрекке мейірім, махаббат сыйлайтын сөздерді тыңдаңыз. Ондай сөздер сізді жоғары вибрацияларға шығарады, қуантырады, рухтандырады, көңілді тыныштандырады. Сол үшін бірінші орында сөзіңізге назар аударып, өзіңізді, нәпсіңізді тәрбиелейсіз. Сіз таң ерте тұрғанда немесе жатар кезде миыңызға команда, бұйрық беріңіз. Мен ертең қуанып жүремін. Мен бүгін қуанып жүремін дейсіз.